сіздерге балдар қағаздар берілген, осы бір-бірден суырып алыңдар. Bir-birden suğur ala koyunlar. Sosun süresi birliğinin bir top topla koyunlar. Kesiz. Bana toplayın dediğim işi. Böyle üçüncü yol vereyim. Yakala koyunlar. Hangi süre çıktı? Alt süre tutasınız var. Hangi süre çıktı? Birinci kartada. Tabiattan nesi tabiatın kaydı? Өзен көл суы сіздерде мұнай өндіретін құрылғы, ал сіздерде орман шаруашылығына байланысты сурет. Енді бәріміз назарлықта аударайық. Мына алдын ала берілген атауларға қарай отырып, не байқауға болады, не бейнеленген? Ауа райы, табиғат, тағы қазба байлықтар, дұрыс айтасың, тағы не қазба байлық, қандай байлықтың түрі бар? Алтын, мұнай, көмір, су, тағы не бейнеленген? Топырақ, құнарлы топырақ. Енді осы суреттердің барлығы сіздер топқа бөлінгенімізде құрастырған суреттер біздің қазіргі өтіп жатқан тарауымызға байланысты ма? Қандай тақырыптың басы сіздер? Табиғи ресурстар, яғни қоршаған ортадағы табиғи ресурстар. Осылардың барлығы мына суда, мұнайда, алтында, көмірде, мына ағаштарды қарап отырсақ, осылардың барлығы осы басқа планетадан қарағанда жалғыз тіршілік иесі бар планета ол не? Жер планетасында орналасқан. Ал сол жер планетасындағы ең саналы тіршілік иесі олар адамдар, біздер. Енді осылардың барлығы осы бізде өмір сүріп жатқан жер планетасындағы нелер сонда? Қазба байлықтар біздің ұлттық байлықтарымыз. Сонда біздің бүгін өтетін тақырыбымыз қоршаған орта мен энергия ресурстары синтаксис тарауға байланысты өтетін тақырыбымыз ұлттық байлықтар деген тақырып. Дәптерді ашып, қойылымдарын жазайық, тақырыпты жазайық. Ақпанның 23-і ұлттық байлықтар. Енді сіздердің әр топқа, жаңа топқа бөлінген мезгілде бірінші топтан судың суреті шықты, екінші топтан мұнай өндіретін құрылғының, яғни қазба байлықтың суреті шықты, үшінші топта орманның суреті шықты, өсімдіктер. Қазір осы сіздерге берілген тақырып бойынша топтық жұмыс жасауымыз керек. Топтық жұмыс жасаған мезгілде міне қазір сізге қосымша ресурстар беремін. Осыған дейінгі сабақта өткен алған білімдеріңіз бар. Соларды қоса отырып, балдар топтық жұмыс жасаймыз. Бірінші қатарда міне су деген өздеріңізге кітаптан қарап, мына ресурстарды пайдалана отырып кластер қылу керек. Иә? Жалпы су туралы мына жерде қосымша мәліметтер бар. Өздеріңіз осыған дейін алатын алған білімдер жасап, мына жерде бөліп алыңдар. Сіздердікі қазба байлыққа байланысты, иә? Мына ішіне қараңдар мәліметтер. Сіздердікі орман өсімдіктер әлеміне байланысты. Осыдан қарай отырып кластер қылу керек. Кластер құрасыз. Өсімдіктер деп аласыздар тақырыбын. Жасыл өсімдіктер еңбектің сәулеті мен халық игілігіне жарайтын дәулеті. Солай шынымен де, жасыл өсімдіктер халықтың игілігі үшін керек. Егер осы табиғи ресурстар болмаса, жер бетіндегі тіршілік иесі адам, жан-жануарларды, аң-құстардың өмір сүруін мүлдем қиындап кетер еді. Орман шаруашылығына байланысты ақпарат бар және өсімдіктер туралы, орман алқабы туралы, қанша бізде орман қоры бар, оның қазіргі жағдайы қандай орманның типтері бар, қандай өсімдіктері бар біздің жерімізде. Олар қаншалықты қорғалуда, қазір қорғалу үшін қандай жұмыстар жасалып жатыр. Осылардың барлығы осы дерегінің ішінде бар, қарап жинақтайды.
бар. Біздің елімізде, біздің елімізде неден өндіріледі, қай қаладан өндіріледі олар? Мұнай ең бірінші қай жерден шығарылды, қай жылы кезеді. Сіздерде де сондай. Судың қандай көздері бар мысалы. Біздің өзіміздің жерімізде, елімізде ішкі сулар нешеге бөлінеді, судың пайдасы қандай, не үшін қандай, егер адам көзіне су жетіспесе, ол қандай жағдайға душар болуы мүмкін. Уақыт аяқталды. Тек қаламдарымызды алайық та, барлық қағаз қаламдаса, екінші қатарға барамыз. Екінші қатарға үшінші топқа барамыз. Бәрі сәтсізден тек қаламды аламыз. Тек қаламды ала қоямыз. Үшінші қатар бірге барамыздар. Тек қаламды. Ақпаратты қараймыз, мына топтың жазбай кеткен ақпараттың ғана жазасыңдар. Тағы да 2 минут уақыт бересің. Махамбет айтып отыр. Алмат. Екі минут қана уақыт бердім мен. Жақсы, аяқтаймыз. Енді тағы орындаушыларымыз. Сіздер бірге келіп алмат. Сіздер бірге келіп отырсыздар, балғасы. Бірге бардыңдар. Суды қазір қаншалықты үнемдеп жатыр халық. Орманның пайдасы, көмір қышқыл газын сіңіріп оттек шығарады дейді, қанша килограмм. Қазіргі кезде демалыс орындары, шипажайлар неге орманда орналасқан? Асекет, самалма кет. Енді осы тезис бұрай қойып. Су тіршілік көзі өте пайдалы. Әлемнің төртте 3 бөлігін су құрайды. Су табиғаттағы ең кең таралған зат. Каспий теңізінің ең терең жері 1025 метр. Адамның 40-50 литрін су құрайды. Адам денесінің Миллионнан астам адам таза ауыз суға зәру. дұрыс айтасыңдар. Жер шарының 74% су алып жатыр. Қазақстанда 1000 километрден асатын 7 өзен бар. Адамның денесін жер шарындағы барлық судың 2% ғана тұщы, ал қалған 88% ағаш су. Жақсы. Жарайсыздар, өсімдіктер әлемі. Қазақстанда орман қоры 21,8 миллионға жерді алып жатыр. Дүние жүзінде 27-28%-ын 3 миллиардын орман алып жатыр. Ормандардың бірнеше типтері бар. Олар сексеуіл, қарағай, шырша, 20-280 кг көмір қышқыл газын сіңіріп, 80-200 грамм оттек шығарады. Жақсы, отыра қойыңдар. Мәселен, көмір Қарағандыда өндіріледі. Біз Қарағандының көмірі, екібастұзда. Газ біздің өзіміздің Ақтауда, Оралда, мұнай Атырау, Ақтау, Оралда өндіріледі. Қараңыздар міне. Алюминий Арқалықта, мыс кені Жезқазғанда, темір Қостанайда өндіріледі. Фосфор Ақтөбеде, Таразда өндіріледі. Ас тұзы біздер күнделікті өмірді пайдаланып жүрген Қызылорда, Павлодар, Алматыда өндіріледі. Осындай қосымша ақпараттар бар міне. Қалған ақпаратты айтыңыздар. Су туралы көп ақпаратты айтты, тек судың пайдасы және су ішпесе адамдар қандай зардап шегуі мүмкін деген ақпаратты айтпай қалдыңыздар. Су бұл қан айналымын жақсартады, жүрек ауруын жақсартады, бұлшықеттерді қатайтады. Егер адам суды ішпейтін болса, онда оның жүрегі жұмыс жасауы азайып кетеді, қан айналымы қаны құйылып кетеді, адамда әлсіздік, тәуелсіздік пайда болады. Сондықтан күнделікті өмірде суды өз мөлшеріне сай дұрыс қолдануымыз керек. Енді өсімдіктер әлемі бойынша жаңа айтты біраз.
Мәліметте тек дәрілік өсімдіктер бар бізде. Және осы өсімдіктерді орман әлемін қорғау үшін арнайы бізде қорықтар ашылған, иә? Қорықтар, 10 қорық бар, бұлардың барлығында өсімдіктерді қорғап қалу үшін, онымен қоса аң жәндіктерді қорғап қалу үшін жұмыстар жасалынуда. Жақсы, жарайсыздар. Енді балдар, қазір мен сіздерге дәптерлеріңізге мен қазір мәтін беремін, оның үстіне бейнебаян көрсетемін. Сондағы мәтінді оқи отырып, бейнебаянды былай отырып, дәптерлеріне сол мәтіндерге айтылған терминдерді тақырыпқа байланысты, яғни табиғи ресурс, қоршаған ортаға байланысты терминдерді теріп отырасыздар, және ең маңызды деген ақпараттарды түртіп, ойға сақтап алып отырыңыздар. Себебі ол қазір сіздерге жұмыс жасауға қажет болады. Мәтінді бір қарап шығайық. Міне, ұлттық байлық қоғамның меншігінде ол менікі, ол сенікі емес, барлық халыққа ортақ меншік болып есептеледі. Суда, мұнайда, барлық қызыл байлықта, жерде, топырақта, халыққа бірдей ортақ меншік. Ұлттық байлық құрамына жасында айтқандай жер, орман, су, топырақ, ауа, жер асты байлықтары жатады. Қазақстан өзінің ауқымы бойынша ұлттық байлықтың үлкен көлемін иеленген. Қазақстан пайдалы қазбалар қоры мен олардың алуан түрі бойынша ТМД-дағы ең бай аймақтың бірі. Минералдық ресурстар бұл біздің ұлттық табысымыздың бірден көзі болып есептеледі. Түртіп жасалғандарыңыз болса, ары қарай бейнебаянға көшейік. Бейнебаянды мұқият қараймыз. Бұнда да маңызды деректер бар. Бейнебаян түсінді ма? Жаңа біздер табиғи ресурстар туралы айттық, ал мына бейнебаянда сол ресурстарды қаншалықты қолданып жатырмыз, қаншалықты қорғап жатырмыз. Не істеу керек қорғауымыз сол туралы ақпарат. Енді қазір орындарыңыздан отырып, мынадай тапсырма. Біздің жалпы бүгінгі сабағымызды мен жаңа мақсатты айтпай кеттім ғой. Бүгінгі мақсатта біздер тыңдалым айтылым мәтіні бойынша коммуникатив ғылыми және халықаралық терминдерді қолдана отырып, ғылыми деректерді орынды қолдана отырып, диалог, монолог, полилогта дәлелді жүйелі өткізуіміз керек өз ойымызды. Екінші мақсатымыз синтаксикалауына байланысты сөйлемішіне бірыңғай мүшелері мен айтылуыш мүшелерді орынды қолдана білуіміз керек. Жаңа біздің жасап жатқан жұмысымызға сай, біз де бірінші мақсатқа қол жеткізуіміз керек. Ол үшін жаңа сіздер мәтіннен теріп алған, бейнебаяннан тыңдаған терминдерді, ақпараттарды қолдана отырып, жұпты жұмыс жасайсыздар, яғни ұлттық байлықтар деген тақырыпта диалог құрастырасыз. Шағын 5-6 тілдесімен тұратын диалог құрастыру. Өзің онда монолог жазып, егер өзің қалсаң қалдар, монолог жазуға да бар. Біздің мақсатымыз монолог, диалог, полилогта дейді. Әннен терминдер мен ғылыми деректер анықтадыңдар ма, теріп алдыңдар ма, ойға түйіп алдыңдар ма? Соларды қолданасың, диалог құрастырасың және ойыңды жүйелі жеткізе білуіңіз. Осы дискриптіға бойынша оқи басыңыз. Ұлттық байлық құрамына жер, орман, су, топырақ, ауа, жер асты байлықтары бәрі жатады. Республикамыздың жер көлемі қанша? Республикамыздың жер көлемі 225,5 миллион гектар. Адам үшін ең керекті зат не деп ойлайсыз? Адам үшін ең керекті зат және маңызды ол тұщы су. Жақсы. Әлемнің Жақсы, жарайсыздар. Қалғандарымыз жұмысты қазір аяқтаймыз, үйден аяқтайсыздар. Келесі тапсырма, біздің сабағымыздың келесі мақсатына сай сіздерге мынадай кесте жұмысын бердім. Сөйлемнің ішінен айқындауыш мүше мен бірыңғай мүшелер табу керек. Балдар, мына кестеге мен көріп отырғандарыңыздай бірінші сөйлем берілген. Ол сөйлемнің ішінде біздің тақырыбымызға сай қандай кеңістігімізі бар. Бізде білесіздер да бірыңғай мүшелерге қандай кеңістік қойылады? Үтір, қосылтер және сызықша бар. Ал айқындауыш мүшеде үтір бар. Енді осы тыныс белгілерін табасыңдар. Сосын сөйлемнің
қай бірыңғай мүшесі болып тұрған жерге қосып қоясыңдар. Ал айқындауыш мүшенің қайсысы бар, соны қосып қоясыздар. Бұл жерде бір сөйлем, мысалы бірыңғай пысықтауышқа берілсе, бір сөйлем айқындауыш мүшеге берілген. Оның ішінде қосады айқындаушыға. Бір сөйлем оңашалған айқындаушыға берілген. Сондықтан қажетті жерде қосу белгісін қойыңдар, жұмыстасын жұмыстай қойыңдар. Егер сөз іріксек сөйлеп тұрса, қай сөйлем мүшесі болады? Анықтауышқа дұрыс айтасыңдар. Ал егер қабыс деп тұрса, кімді нені деп? Дұрыс толықтауыш болады. Атау септілік тұрса, бастауыш болатындығы белгілі. Ал сөйлемнің соңын аяқтап тұратын қай сөйлем мүшесі? Баяндауыш. Міне осыған қарай отыр. Бірыңғай мүшелер бар. Бізде қараңыздар. Біздің отанымыз әрі бай, әрі кеңбайда қазақ жері. Бірыңғай мүше бар осы ішінде. Отанды сүю отбасынан, өз үйінен, туған ауылынан басталады. Сайын Дала Сарыарқада, Асқар Алатауда, Кербес Көкшетауда бәрі Қазақстанның көркем келбетін көрсетеді. Бірыңғай мүшелер бар. Аяқтап қалған сияқтысыңдар, е? Арсен бітіріп қалған Самалда, Аяулым, Ерғазы, 6 мен 7 қалыпты. Мұхаммед, бітіріп отырсың ба? Тек 60 сөйлем қалып қойын. Қанат, енді балдарына жұмысы тексерейік міне. Дұрыс жұмыстар шығып, қаншалықты дұрыс жұмыстың қараңыздаршы. Әркім өзінің жұмысын қарап шығыңдар. Бірінші сөйлемдегі берілген сызықша болды. Бірыңғай мүшеге байланысты қойылған сызықша емес. Ол бастаушымен баяндаушыға байланысты қойылған сызықша. Кейбіреуіңіздің жұмысыңыздан байқадым жаңа. Сол сызықшаны қойып қойыпсызды. Бұл жерде қосып белгісін бірыңғай мүшеге байланысты қана өтіріс. Анықтауыш. Бірыңғай мүше қайсысы? Әрі бай, әрі кең. Дауыс шығарып айтайық. Қай сөйлем мүшесі? Бірыңғай анықтауыш. Қандай сұраққа жауап береді? Қандай? Ары қарай, отанды сүю отбасынан, өз үйінен, ауылынан басталады. Сұрақ? Неден? Дауыс шығарып айтайық. Қай тұлғада тұр? Қай септік? Дұрыс айтасың, шығыс септігі тұр, сондықтан бірыңғай толықтауыш. Үшінші сөйлемді қарайық. Сұрақ қойып, бірыңғай мүше қайсысы? Көкшетауда бәрі. Сұрақ қойып. Не деп сұрақ қойып, сондықтан бірыңғай бастауыш. Мына жердегі бәрі дейтін қандай сөз? Жалпылаушы дұрыс айтасыңдар. Айқындауыш мүше, оның ішінде қайсысы? Оңашалған айқындауыш. Айқындауыш мүше қайсысы? Дұрыс. Оның ішінде орман ағаштар деген. Ол мына жерде орман ағаштар деген сөзді айқындап тұр. Дұрыс. Өнеркәсіпте керекті заттар мыналар. Тас, көмір, мұнай, газ, сол сияқты. Қай сөйлем мүшесі? Баяндау. Өйткені сөйлемнің соңында тұр. Жалпылауыш сөз қайсысы? Мыналар. Ол басында келгендіктен не қойылады? Дұрыс. Келесі сөйлемде не бар? Ақсақ темір. Бұл айқындауыш мүше, соның ішінде қайсысы? Жақсы. Егер жұмыстарды дұрыс құрсын, осыдан тексеріп аласыздар. Енді сіздердің алдарыңызға мен стикер қалдырдым, парақша. Соған бүгінгі сабақ бойынша сіздер үшін не құнды болды, яғни сіз үшін не негізгі, не қажет әлі де, не қызық болды, не қиындық келтірді. Сол бойынша жазыңдар. Бүгінгі сабақ бойынша осы алған білімдеріңізді әлі де сіздерге байқап тұрсыздар, кейбіреуіңіз қатты отырсыздар сабақта, әлі де ақпарат қажет екен біліп отырсыздар. Әлі де оқу керек екен байқап отырсыздар өздеріңіз. Жаңағы диалог құрастыруды үйден аяқтаймыз. Диалог болмаса монолог жазуға болады. Сол тапсырма үйге аяқтап келеміз. Және осы жазғандарыңыз бойынша мына табыс баспалдарына әкеліп жабыстыра қойыңыздар. Осы бойынша сіздер әлі де білгім келетін ақпарат бар ма? Әлі де мұғалімнен немесе паталап көршіңнен көмек қажет етесің бе? Әлі де бірдеме ештеңе орындай алмадың ба? Әлі де барлығын меңгердің бе? Осы тұсқа келіп жабыстыра қойыңыздар.